Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін ортасында салмасы бар, үстіне штрейзель себілген, нәп-нәзік жұмсақ болып шығатын булочки жасайтын боламын. Бұл булочкидің жасалу жолы өте оңай, ешқандай апарасыз, бір жасағаннан шығады. Каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Шұңғыл ыдысқа жылы сүтті құямыз, үстінен шым-шым тұз қосамыз және қантымызды қосып араластырып аламыз. Екі жұмыртқаны шанышқының көмегімен осылай араластырып аламыз да құямыз. Және барлық азық-түліктер бөлме температурасында болу керек. Келесіде сары майды саламыз. Сары май менде бөлме температурасында, алайда сіздер оны ертіп салсаңыздар болады. Енді осының үстінен құрғақ ашытқы салып, араластырып аламыз. Құрамын және мөлшерін описанияда қалдыратын боламын. Және де жарты шай қасық ванильді қант қосамын. Және де алдын ала ұн електен өткізілген ұнымызды сала отырып, жұп-жұмсақ қамырымызды илейміз. Басында осылай қасықпен араластыратын боламын. Және араластыруға қиын болған кезде қолмен илейтін боламын. Менде қамыр қолға жабысып тұр, сол себепті үстінен ұн сеуіп жіберемін. Жалпы ұнның мөлшері 600-650 грамм шамасында болу керек. Осында жұп-жұмсақ, қолға жабыспайтын қамыр болып шықты. Қамырдың бетін жауып, 1 сағаттай көтерілгенін тосамыз. Біздің қамыр осылай 2 еселеніп көтерілді. Қамырды теңдей 4-ке бөліп, шиыршықтап алып, булочкаларымыз бір-бірдей болу үшін 60 грамм шамасында қамырларымызды кесіп алып өлшеп аламыз. Қамырды осылай қолмен жайып шығамыз және ортасына салмасын саламыз. Салмасына мен құлпынайлы джем қолданатын боламын. Джем бізде өте қою болу керек. Осындай формасы ұстап тұратын, сұйық болса ол ағып кетеді және жақсылап осылай бекітеміз. Шеттерін бәрін шымши отыра, артынан осылай домалатып, булочкаларымызды противеньға салатын боламыз. Және жарты булочкиді мен салмасыз, осылай жай ғана домалататын боламын. Біздің булочкаларымыз дайын. 20 минутқа бетін пищевой пленкамен жауып қоямыз. Булочкаларымыз көтерілгенше штрейзель жасайтын боламын. Ол үшін салқын 20 грамм сары майға үстінен 40 грамм қант қосып, және де 45 грамм ұн қосып, жақсылап тұрып қолмен ұнтақтап аламыз.
осындай үгілмелі ұнтақ болып шықты. Және біздің булочкаларымыз көтерілді. Үстіне жұмыртқаның сарысын жағып, жаңағы штрезельдарымызды сеуіп шығамыз. Алдын ала 180 градусқа дейін қыздырылған пеште 30-40 минут көлемінде булочкаларымызды пісіреміз. Біздің булочкаларымыз қызарып, осылай пісіп шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Жасалу жолы өте оңай, әрі жұмсақ, дәмді болып шығады. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментария жазуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.